Сіздермен балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Қазір тақтаға сендердің аты жөндерің жазылды. Сол арқылы екі топқа бөлініп аламыз, жарай ма? Біз үй тапсырмасына қайталау жасаймыз. Яғни үй тапсырмасын сұрау. Мына жерде сіздерге ұяшық берілген. Яғни осы ұяшықты аша отырып, ішінде сұрақтарға не істейміз? Жауап береміз. Бірінші ұяшықты басамын. Бірінші топ дайын отырамыз. Қайсысын таңдаймыз? Бірінші топ қай ұяшықты таңдаймыз? Екі. Балалар қараймыз. Алаш партиясының бағдарламасы неше бөлімнен тұрады? Айтамыз. 10 бөлім. 10 бөлімнен тұрады. Жалпы кішкене жолы жасаймыз ба? Қандай? Мемлекет қалпы, жергілікті бостандық, жер мәселесі, ғылым білім үйрету. Келесі екінші топ қай ұяшықты таңдаймыз? 3. Ашып көрейік. Алаш идеясы дегенді қалай түсінеміз? Алаш идеясы дегеніміз не еді? Алаш идеясының өзегі ұлттық мемлекет. Яғни идеямыз ұлттық, кәдімгі тәуелсіз, демократиялық тәуелсіз мемлекет құру. Келесі бірінші топ қай ұяшықты таңдаймыз? 4. Қараймыз тақтаға. Келесі балалар тақтаға назар аударамыз. Кімнің суреті бейнеленген? Айта ғой. Дидахмет Ашымханұлы. Дидахмет Ашымханұлы, суретте. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Дидахмет Ашымханұлы. Яғни осы кісі жайлы бірнеше мағлұматтар, мәліметтер білеміз және танысамыз. Біздің сабағымыздың оқу мақсаты мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау, жазба жұмыстарында мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру. Байланысты жазылым тапсырмасы бірінші топтық тапсырма. Яғни бұл жерде 3 түрлі түсініктеме күнделігі әдісі бойынша ақпараттың өзектілігін анықтап, қорытынды жасаймыз. Бірінші кестеде ақпарат кім туралы, екінші өзектілігі неде, үшінші қорытынды. Яғни сіздерге берілген Дидахмет Ашымханұлының несі беріп отыр? Өмір баяны беріліп отыр. Бағалау парағын үлестіріп беремін. Осы бағалау парағы бойынша өздеріңді бір-бірлерді топтап естеміз, бағалап отырамыз. Бойынша дайынбыз ғой? Бірінші топ дайынбыз ба? Қане айта қойыңдар. Ақпарат кім туралы? Дидахмет Ақпарат кім туралы? Дидахмет Ашымханұлы туралы. Өзектілігі неде деп алдыңыздар? Өзектілігі неде? Алаш халықаралық әдеби сыйлығының лауреаты. Сіздерде өзектілігі Алаш халықаралық сыйлығының лауреаты. Ал қорытындыға не жасадыңыздар? Ол жазушы, журналист, аудармашы. Дұрыс па? Отырамыз. Ақпарат кім туралы? Дидахмет Ашымханұлы туралы. Өзектілігі неде? Алаш халықаралық әдеби сыйлығының лауреаты. Қорытынды Дидахмет Ашымханұлы. Келесі тапсырма жұптық тапсырма. Яғни бірінші топқа және екінші топқа беріледі. Бұл жерде дескрипторы өзектілігін анықтайды, қорытынды жасайсыздар. Енді бірінші топқа бес арыс мәтінінің бірінші азат жолын оқып, өзектілігін анықтап, қорытынды жасаңыздар. Екінші топ бес арыс мәтінінің екінші азат жолын оқып, өзектілігін анықтап, қорытынды жасаймыз. Бес арыс шәкәрім Абайдың нағыз мұрагерлерінің бірі. Бірі болғанда бірегейі. Олай дейтініміз, Абай шәкірттерінің ішінде көп жасағаны да, көп жазғаны да шәкәрім. Ол әрі лирик, әрі эпик ақын және прозаик.
Ол композитор және музыкант, орыс және шығыс классиктері мен қазақ оқушыларын таныстырған шебер аудармашы. Екінші тапсырма бойынша бірінші топ, екінші топ дайынсыз ба? Ал бірінші азат жолы бойынша сөйлейміз. Ең бірінші өзектігі неде? Шәкәрім Абайдың нағыз мұрагерлерінің бірі болғанда бірегейі. Шәкәрім Абайдың шәкірті. Ал қорытындысы? Шәкәрім әрі лирик, әрі эпик, ақын және прозаик. Ол композитор және музыкант. Дұрыс па, балалар? Келесі екінші топ бес арыс мәтінінің екінші азат жолын оқып, оның өзектігін анықтап қорытынды жасаймыз. Ақын өз айтқан істеріне ешқашан таңған емес. Яғни ақын халқына серт берді, иә? Келесі қорытындысы? Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырдың деген Абай қағидасын шәкәрім ұстанып өткен. Өмір бойы сол қағиданы, Абайдың қағидасын шәкәрім ұстанып өткен екен. Әдісі арқылы автор шәкәрімге қандай баға берді? Яғни шәкәрім қандай серт берді? Енді жаңағы сіздердің берілген кітаптағы оқулықтағы мәтін бойынша осы мына сұраққа жауап іздейміз. Осы мәтіннің ішінде бар. Одан кейін өздеріңіздің өзара жұптар бір-бірлеріңізді бағалайсыздар. Тапсырмасы конверт сұрақ әдісі арқылы, яғни бұл жерде Дидахмет Әшімханов кім болған? Мәтінге бар ма? Бар, соған жауап береміз. Дидахмет Әшімханов қай жылы туылды? Осы сұрақтар бойынша жауап береміз. Мына жерде қараңыздар, енді саралау тапсырмасы конверт сұрақ әдісі бойынша Дидахмет Әшімханұлы кім? Дидахмет Әшімханұлы жазушы, журналист, аудармашы болған. Келесі, Дидахмет Әшімханов қай жылы туылды? Ол 1903 жылы 16 маусымда дүниеге келген. Әдісі бойынша автор шәкәрімге қандай баға берді? Автор шәкәрімнің болашаққа жақсы жазушы боларын айтқан. Шәкәрім қандай серт берді? Шәкәрім ақын өзінің өмірдегі мұрат мақсатын айқындап айтып, халқының алдында серт беріп былай. Балалар тақтаға қараймыз. Жаңа айтып отырсыздар ғой, адамдық борышым деп Шәкәрім Құдайбердіұлы, яғни Абайдан үлгі алып, халқына серт беріп кеткен. Енді мына жерде қараймыз, адамдық борышым өлеңін қараймыз. Адамдық борышым халқына еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ақ сақтап оны біл. Көрдіңіздер ғой, сіздер, яғни осы кітапта, оқулықта адамдық борышым ар үшін деген өлеңнен үзінді бізге кітапта азғантай берілген. Енді біз соның толықтай нұсқасын естедік, тыңдадық. Түсіндік қой, балалар? Топ Шәкәрім өлеңінен үзінді оқимыз, жастарға өлең. Кел жастар, біз бір түрлі жол табалық, арам, айла, зорлықсыз мал табалық, өшпес өмір таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық. Ал енді олай болса кімді алалық? Қазақта қай жақсы бар көз саларлық, шын іздесек табармыз шыны ғалым, күнде күйлей білмелік боз балалық. Болсалар қалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақын жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқан кімде бар, сол жаласа туғанға. Бастапқа екеу соңғысыз, біле қалса қазаққа, алдын жалын артымыз, барар едің қай жаққа. Тамаша. Келесі тапсырма, бұл жерде жеке тапсырма берілген кестедегі енді қосымшаларды қолданып, мезгіл, бағыныңқы сөйлем құрастырыңыздар дейді. Әркім өзін-өзі топ нестеміз бағалайды. Жеке тапсырма мына жерде көрдіңіздер ғой, біздерге мына жерде әртүрлі түстермен яшықтар берілген. Осы яшықтарды енді өзінің сөйлемнің тұсына, көрнекенің орнына қойып шығамыз. Бұл жерде мезгіл бағынқылы сөйлемді дұрыстап құрастырып шығуымыз керек. Сары. Ал енді сөйлемді құрастырып көрейік. Дидахметтің бес арысын оқығанға дейін Мен шәкәрімді толық білмеппін. Дейін мен шәкәрімді толық білмеппін. Қайсысын
Көк. Келесі, шәкәрім шығармаларын оны терең тани түскендеймін. Ал, қайсысын қоямыз? Шәкәрім шығармаларын оқығалы, оны терең тани түскендеймін. Қайсысын қояйық? Шәкәрім шығармаларын болған соң Көкшетен көріп қоямыз, иә? Келесі тапсырмамыз енді сабақтың қызық, құнды, қиын болған жерлерін екі топ өзіміз не істейміз саралап айтамыз. Маған үшінші тапсырма қызық болды. Яғни жауабы мен дұрыс сұраққа жауап беру арқылы, иә? Тапсырмаларды орындау қызық болды. Тапсырмаларды орындау қызық болды. Құнды. Дахмет Ашымханұлы туралы ақпаратты білу. Егер тапсырма, яғни 4-5 тапсырмаларды орындаймыз.